Жезқазған қаласын жылумен қамтуда еш мәселе жоқ. Жергілікті жылу электр орталығы қалыпты жұмыс істеп тұр. Сәйкесінше тұрғын үйлерге жылу кестеге сәйкес беріліп отыр. Сонымен қатар шаһардағы қазандық агрегаттарын жөндеуде аяқталуға жақын. Энергетиктер маусымының ың-шыңсыз өтуін қалай қамтамасыз етеді? Жабдықтар жүктемеге төтеп бере ала ма? Әріптесім толығырақ. Қыс келіп термометр төменгі градусты көрсетсе де, жезқазғандықтарға алаңдауға негіз жоқ. Жергілікті жылу электр орталығындағылар бұл қыстан аман есен шығатындарына сенімді. Энергетиктердің айтуынша, қорда 108 мың тонна көмір мен 1700 тонна мазут бар. Бұл жаңа жылға дейін толығымен жетеді. Сонымен қатар станциядан шығатын жылу тасығыштың температурасы 99-100 градус, ал кері бағытта 65-66 градус. Негізгі қалыптысы 97-ден 57-ге дейін. Біздің бұл тұрған жеріміз 110 киловольттық подстанция. Бұл подстанциядан Қазақмыстың өндірістік нысандары мен Кигоктың желілеріне электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда штаттық режимде жұмыс істеудеміз. Осы уақытқа дейін жазғы жөндеу кампаниясының аясында бірінші, екінші желілерде текущий ремонттар жүргізілді. Инвестиция жобалары бойынша 9 выключатель ауысты. Күрделі жөндеу жұмыстары аясында жылу электр орталығындағы нөмірі 10-шы стационарлық қазандық пен нөмірі 8-ші қазандықтың қаңқасы толықтай ауыстырылды. Сондай-ақ 10-шы қазандық қондырғысын демонтаждау жоспарланған. Егер тариф бағасы көтерілсе, жаңғырту жұмыстары алдағы 2 жылда жүргізіледі. Биыл станцияда 15 жоғары вольтты ажыратқыштар ауыстырылды. Оған дейін бір қазандық қондырғысы автоматтандырылған басқару жүйесіне қосылған еді. Бұл өткізу қабілетін 240 тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік берді. Проведены регламентные работы по ремонту основного. Станцияның негізгі және қосалқы жабдықтарын жөндеу бойынша регламенттік жұмыстар жүргізілді. Көмір түсіру кешені, тепловоз және бульдозер паркі күрделі жөндеуден өтті. Нөмір 6-шы қазандық агрегатында да отын, көлік, электр, химиялық цехтар, жылу автоматикасы цехтарының негізгі және қосалқы жабдықтары бойынша жөндеу жүргізілді. Мадияр Алтыбаевтың сөзінше модернизация кестеге сәйкес жүргізіледі. Бір апта ішінде резервте тұратын тағы да бір қазандық агрегаты жөнделмек. Қазақмыс жаңғырту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды қатаң қадағалап қана қоймай, әріптестермен тәжірибе алмасады. Жезқазған жылу электр орталығының бір маманы Екібастұздағы жөндеу қалпына келтіру жұмыстарына көмек көрсетуге іссапарға жіберілген. Динара Жоламанқызы, Сергей Майкович, Амир Ибатов, Атамекен бизнес, Ұлытау облысы.